Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте керемет, қатпарлы, өте дәмді болып шығатын қаттаманың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бізге жарты литр газдалған сусын керек. 2 шай қасық тұз, 1 жұмыртқаны салып, араластырып, ұн салып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды еліп болған соң 10-15 минут июн қандырамыз. 10-15 минуттан соң қамырды елеп, бірдей 3 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігімізді елеп, зуала жасаймыз. Қамырдың арасына жағатын сармаймызды микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Енді әр зуаланы дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болған соң, еріген сармайымызды видеода көрсетілгендей бір тегіс етіп жағып шығамыз. Майды толығымен жағып болған соң, бетіне екінші қамырды видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Және оның үстінде сары майды толығымен жағып шығамыз. Енді оның үстіне үшінші қамырымызды жайып шығамыз. Үшінші қамырымыздың үстіне де толық сары май жағып шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Әр бөлікті видеода көрсетілгендей етіп дөңгелектеп шығамыз. Әр дөңгелектің салмағы шамамен 80-85 грамм шықты. Мен қаттаманы кішілеу етіп жасадым. Егер сіздер үлкендеу болған қаласаңыздар, әр дөңгелектің салмағын 120 грамм етіп орасаңыздар болады. Енді әр бөлігін кішкене қолмен дөңгелек жасаймыз, сосын тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, оның көмегімен дөңгелек етіп жаямыз. Табаға аздау май құйып, қыздырып, қаттаманы салып пісіре бастаймыз. Жай отта айналдырып тұрып, видеода көрсетілгендей екі бетін пісіріп аламыз.
Қатамамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте қатпарлы, жұмсақ, дәмі керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.